Келесі. Бұнда тоже тағы да бір стиральная машина. Жаңа үлгідегі деп айтайық. Жаңа үлгідегі 85-дің иегері. Ой, так, 85 құтты болсын. Үйлеріңізге тоят бестен. Так, жылдамырақ қаратайық. Келесі фин. 73. Сва, келесі. Оба! Фильмнің бәрі бір өз адамдарын тауып отыр негізі. Так, келесі. Бұның не дейміз? Вафленица дейді. Вафленица. 13. О, келіңіз әке. Беріңіз аға, құтты болсын. Келесі. Тез. Так. 88 кімде? 88. Аға, кофе жасап атқан жоқсын әйтеуір. 88. Беріп жүріп атыр ғой аға. Құтты болсын, телефон. Так, келесі сыйлықтың иесі бұл жаңағы қант, тұз, мұз салады ғой үшін. 54. Вот. Коррупция болады, аншақта еп тұр, мына жақта еп тұр. 54 бап келсіз бе? 254. Давай. Болмаса союға жасайсың. Давай. Болман, бет шығып көпкен. 54 кетті. Жарайды, келесі сыйлық алыңыз. Келесі, бұл не дейміз? Утюг. Жаңа үлгідегі тоже. Қандай? 12. Алтақ тоған темекі. 12 кетті. Сыйлықтың иегеріне бір қошемет ұрып қойыңыздар. Келесі 70 кімде? 70. Так, келесі. Наушник. Жастарға берсе жаңағы қысқана. Берат. Так. 44. Бармақ, çoqqa. 44 кімде? 44. Сіздемін? Әкеңіз ақылып берсін. 44. Кетті. Қыздарыңызға немерелеріңізге апарып бересіздер. Так, келесі номер 74 салмақ өлшейтін. 74. Так, келесі Вафленица. Номердің иегері 67. Кімде? Келіңіз. Так, келесі тоже тұз қант салатын сондай. Не? 51. Кімде? 51. Сіз ба? Бересіңіз. Кеңіз. Алып қойдыңыз ба? Беріп қойдыңыз. Так, келесі. 9. Сіз ба? Қызылдар әпке.
Келіңіз. Так, құтты болсын. Тез. Так, келесі 49. 49-са келіңіз ордаға. Маэстро билеп 5-ші болсықса. Молодцы, құтты болсын әпке. Так, келесі сыйлық қанша сыйлық болды өзі? Тифани. 25. Ешкімде жоқ па? Жоқ болса маған бересіңіз. 100 ол. 25, жарайды, күте дайыныз. 25-ті қоя тұрайын. Келесі плойка дей ма? Плойка. 23. О, келеді. Наны берейікші, болды ма? Наны ойнатамыз қазір. Бағана бір сыйлық алмаса мұңайып қалады да осы. Так, келесі кет. 5. Кімде? О, құлағы еңіздіға, маэстро. Менің екінші анамдай шығанаққа тойға барсам тамағын береді, шайын береді әпке. Рахмет көп. Бір шамала құрып қойыңыздар осы кісіге. Келесі 7 кімде? О, келіңіз аға. 7. Келесі скидка. 45. Санайдар күлді ма? 45 кімде? Алдыңыз ба? Так, келесі. Тоже тұзықтан қанауына салатын. 40. Blender. 47. Кетіп қалды ма, или 47 жоқ па? О, сіз ба? Апарып бересіңіз аға. Так, келесі номерді ала берсін. Келесі сыйлық бау не? Салмақ өлшейтін аға. Любой тез таңдай ғой. Салмақ өлшейтінің иегерді 59 кімге? 59 иегерді тапты. Одан кейін өзіңіз таңдай беріңіз. Егорда да төбелестіз ғой. Так, 16. Ал келесі блендер. 1. Ерекше сақ. 1. Апасыз ба? Билеп келесіз ба? Алла разы болсын, көп рахмет. Ал келесі сыйлық. Ең соңғы сыйлық мынау, иә? Ең соңғы сыйлық плойка. Менің ойымша 100 шығатын сияқты болсын.
жоқ. 37. 37-нің иегері. Кім? Кеңіз. Жалпы, құрметті ағайындар, той иесінің лотерея ойыны ұнады ма? Рахмет. Барлықтарыңыз ризасыздар ма? Ешкім ренжімейді ғой. Бүгін той қуанышы, бір ұнады дегенде 5 музыка бір шабалап ұрайықшы. Ай, тамаша. Еді, дәл осындай көңіл күйменен ортада 1001 алған қазағымыздың биші қыздары Аяла би ансамблі. Одан кейін керемет тілекпенен жалғастыратын боламыз.
қабылында не бар? Рахмет. Алайда құрметті ағалар, рұқсат болса, қуаныш біздікі болғанменен уақыт бір Алланың елшісінде, енді бүгінгі қуаныштан енді ақтарылмаған тілегіміз көп. Арнайы осындағы асабаның алаңына, ақ тілек бұрышына, Құдай қосқан көршілері, және де осындағы Мұса ағамның жанын таспен емес, жанын доспен қалаған достар қауымын шақырып келіп отыр. Көршілер қауымынан бастаған Рай апамыз, Мира апа, Күлжан, және де Берік Жансұлу, Мұхит Шынар, Антон, Балжан дейді. Достар қауымынан Құрал ағамыз бастаған Айман, Шаген Эльмира, Асылхан Закира, Жаңабек Гүлнар, Тимур Тоғжан, Мұрат Айзат, Мұрат Жаңар, Жамбыл Қуаныш, Асыл Қадыр, және де Шаки дейді. Құдай қосқан көршілері, жанына жақын достары, келіңіздер. Қош келдіңіздер, асқарлау әгелер, бір қолмен бесік, бір қолмен әлем тербеткен аналары қауымы. Алайда құрметті ағалар, сәл сабыр сақтайық, ортаға назар аударайық, арнайы көршілердің, достардың тілегіне назар аударсақ, көршілерден атамызға бастаймыз. Құрметті көрші қауым, той құтты болсын, той тойға ұласа берсін. Ал Мұсеке, мына туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау, жасыңыз ұзақ. Бақыттың базарында, Алланың назарында болды. Той жасап беріп жатқан бала шағамызға мың алғыс, Алла разы болсын. Тойларың тойға ұласа берсін, құшақтарың гүлге толып, ыстарың жүмір болсын. Мұстар жанатын жоқ онда. Баяғыда өзім айтып едім, Мұстар жолға жақындасып, болғаннан кешіктіп, онда келіп кеткенімнің жайлы уақытта. Мен білмеймін, Алланың құлағына шалынды ма? Мен келдім, бұл топырақ қасиетті, осы ханым бен айтып, тоғыз жолы торабы, былай қарасаң қарағандың бір дананың елі бар, былай қарасаң Тараздың мен тұрам, былай кетсең Алматың, бірақ сағаттық жер, мен осы кейін топырақты қазықтым, Қарашаңырағын осы жерде, кете қоймасын бұл ойлаймын. Анама қош той құтты болсын, денсаулығың құтты болсын, жасы жоқ бола берсін, үйлеріңіз әрі, өлең айтылатын әрі қара болсын, қызығы болсын, қандай жақсы, сол Қарашаңырағында үйлерін ойнап күріп, жүре берсін, сөйлеуін қосылсын. Құданың денсаулығы жақсылық берсін, тілектеспіз бәрімізде, айтып жүреміз. Тек қана қуанышқа ғана дастарханнан жайыла берсін. Ал енді 60-тың қырқасына шықтым, қазақта бір жақсы сөз бар. 60-тан аттап өт, 70-тен желіп өт, 80-тен секіріп өт, 90-ға тоқтама, 100-ге келгенде осы жерде тағы бір жиналып, тағы бір той жасайды. Сөге, бүгінгі мерейтой құтты болсын. Жақсы ниеттер, тілектерін бәрі айтып жатыр, сендер мақтарына. Соның бәріне Құдайдың құлағына шалынып, бәрі орындала берсін. 60 жас мінекей, ел ағасы болып, ең жақсы жас деп ойлаймын осы 60 жас. Енді Құдай қаласа көрінген балалардың қызығын көріп, тек қана жақсылықта тойлы болып жасайық.
немерелер көбейе берсін. Құдай қаласа шөбере көріңдер. Денсаулықтарың мықты болсын, ауырғандар. Бар жақсылық тілеймін. Мынау Мүсөген 65-тердің арасындағы бірінші 60-ға толып жатқан осы Мүсөген мінекей бастап жатыр. Құдай қаласа бұдан ары қарай енді той көп бізде. Сондықтан осындай жақсылыққа бас қоса берейік. Рахмет. Arkadaşlar, 60 yaş kutlu olsun. Bana söylemeye koyun. Denizallık dileyim. Otbasın aman olsun. Ekranın жақсылықты басқоса. Ал құрметті тойларыңа қалай той құтты болсын. Мұсадана тойларың құтты болсын. Барымыздың 60 жас құтты болсын. Елің сау болсын. Аман есен ортамызға шапқылап жүре беріңдер. Әрдайым үйлеріңе той болсын, жақсылық болсын. Елейміз, аман есен болайық. Мерей тойы құтты болсын. Құрметті ағайын, той құтты болсын, той балассын. Ал досымызға, мына құтты болсын, аман болсын, әрқашан алтын басын. 60-ға келді деп, қуат күшің сарқылмасын. Маңдайын әрқашан да жарқылдасын. Осымен тілеймін. Мысалы, намаздан күнгі 60 жас мерейтойлары құтты болсын. Мысалы, досым саған зор денсаулық, саған арман келеді. Ана екеуің қошасында қартайыңдар. Балапандар аман болсын. Балапандарды сен темір шақтай беріңдер. Аман бол. Ассалаумағалейкум, тойларыңызға досым той құтты болсын. Жасалықтар қоныс той құтты болсын. Şehrin bana sütülen, eminim de onun sütülen yani görür. Akıllarına kalanı bol, kulağına şansına. Deniz olmasın, aydacık damlar, oğlanlar. Assalamualaikum. Al Musadana, бүгінгі құтты болсын. 60 жасың құтты болсын. Қоныс той дейсің, қоныс той құтты болсын. Сол үйдің ішінде бала-шағаның көпірі, сатырай берсін. Кетіммен айтылмады ғой. Ауылға сені ата бол, аузын құтты болсын, бата болсын дейді ғой. Рахмет. Қалайымыз қосамыз ғой? Өкпелеміз жоқ қой. Рахмет. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Көңілдеріңізге сардарадай сабыр берсін. Жүректеріңізге өшпей тұрған жалын сін. Артында махаббаттың таусуындай ағым берсін. Осы айтылған тілек ниеттік, осы ағамның шаңырағында бәрін берсін деген тілек. Ал енді арнайы сый бар. Достарым орнынан Мүсөгенге бір ат мінекей. Сырты шыға болса да үші тұлға деген ниетте сыйлана. Рахмет. Ал енді бір жастар суретке түсейік, одан кейін барша қонақтардың құрметіне екі берейік. Той иелері келіңіздер. Достармен көршілер құрметіне екі би ағай. Sen
көргеніңізде көңіл дастархан басына жайғасыңыздар. Мына негізі әйелдер деген қиын ғой. Пакет болмаса көңіл қалмайды ол кісілерге. Мына қазір той иелері ортаға келеді. Бәріңіз бері қараңыздар. Той иелері ортаға келеді. Ас егесімен дәмдіреді. Той иелері тілегін тыңдаңыздар, рұқсат болса. Бәріміз сабыр сақтайық. Апа, жеңге сабыр сақтаңыздар. Мына аналарымыз бәріміз бері қарайықшы. Егер біреуі пакетке салып атса, оған екінші әйел қарап шығып отырмайды. Бәріміз самай тұра тұрайық. Біреуі салса, екіншісі шығып отырмайды оған. Рахмет. Енді той иелері келіңіздерші, әкеміз бен анамыз ортаға. Мұса әкеміз, Дана анамыз ортаға келіңіздер. Міне той бауырсағы әкеміз міне 60 деген тал түс дейді ғой. Есеп беріп жатыр тек қана сіздер үшін. 365 күнде бір келетін той мерекесін сіздермен бөлісіп жатқан жайы бар. Рұқсат болса арнайы той иелерінің құрметіне той бауырсағы тортты асып алыңдар. Қабыл алыңыздар тек қана сіздер үшін. Рұқсат болса той бауырсағы Рахмет. Енді Дана анамыздан сұрайық. Қазіргі жастар тортты кесіп атады, жарықпен кеп атады. Енді сізге сұрақ, үйден тойда торт кестік па? Кестік. Кестік па? Торт кестік па үйден тойда ке? Бәсе? 50 жастағылар кеспен қылып, 60 жаста кестік деп апа. Рахмет. Енді рұқсат болса үйде пышақты әйел адамыздай. Себебі ерінің қарны тоқ, көңілі көк, көйлегі көк болсын деген еттен пышақты ұстап, қалаған жеріңізден бір тілім алыңыз, көрейік. Әкеміздің бауырлары қолдақтар шапалағын қойсын. Kesкен жоқ, бүгін кесіп атырмын бір енді, сен сасы. Сіздер бұлай қарай тұрыңыздаршы, торт кесіп атыр, сіздер жоқсыздар әлі, бұл кісілер торт кесіп атыр. Жоқ, рахмет, енді ең бірінші ердің аты ер ғой, шіркін қашанда Мұса әкемізге ортамызда аман сау жүрсін деген ниетпенен бір дәп тартырсаңыз, шапалақ ұрып қойыңыз, әкеміз бен анамыз бақытты болсын. Рахмет. Енді әкеміз осындай олды қызды дүнияға алып келген ақ жаулықта елді ардақты анамызға бір дәм тартырсаңыздар. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Әкеміздің қолда міне анамыз той бауырсағы торттан дәм татып жатыр. Ай бәрекелді. Міне әкеміз қараңыздар, қарны тоқ жүрсін деген ниетпен нанынан беріп жатыр. Ай. Ал анамыз картопала бере салды жаңа папамызға. Ай бәрекелді. Рахмет. Той құтты болсын. Торт жейсің ба? Мә, торт же. Сосын шапаласып келе бермеш, адамның жынына тиген. Рахмет. Той құтты болсын. Енді келіңіздер. Анамыз бен әкеміз той барсаң тортпен суретке түсіп алыңыздаршы. Суретке түсіп алыңыздар. Фотографқа әркен. Ал бер қараңыздар, естелікпен сурет. Рахмет. Енді бұна тала беріңіздер. Бүгін тойда көп балалы ана бар ма? Батыр мамалар бар ма? Батыр ана. Көп бала дүниеге алып келген. Аға! Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Батыр ана. Міне алтын алқа иесі. Кеудесінде төс белгісі бар. Апа, бұнада топтан біреу алыңызшы, витамин апа. Біреу алыңыз. Витамин апа. Біреу алыңыз апа. Аға, маған беріңізші апа, маған. Аға, маған жейінші. Маған да біреу беріңіз апа. Ай бәрекел. Сіздің жолыңызды мен әйелім емеспін апа. Дұрыс қой енді, не кетіп жатыр. Және де көп балалы әке бар ма? Ойнап айтам, ол бала да ойнап айтып жатыр.
Рахмет. Енді ақ тілекті ізгі ниетті адам ұрпағымен жасайды дейді. Осындағы әкеміз бен анамыздың ұл қыздары, немерелері бағаналы бері қызметін көрсетіп жатыр, қызмет қылып жатыр, әке деген асқардау дейді. Мына осындағы ұл қыздары, немерелері ортаға шақырсам, Нұржан, Сержан, Айжан, Жанайдар, Баян, Нұрбол, Гүлзина, Бауыржан, Айжамал, Серік, Ботагөз, Еркебұлан, Айдана, Нұрсұлтан, Қымбат, Бекет, Назерке, Мөлдір, Нұрсұлтан, Әсем, Құдаша, Ақбота, Жанерке, Айсұлу, Айша, Нұрбақат, Тасним, Адия, Димаш, Абдурахман, Тамирис, Нұрахмет, Темірлан деп жазған екен. Келіңіздер, ол қыздары, немерелері. Басты қонақтары, той иелері. Ayrıldım toydun sen mi? Sayın iskenim mi? Kozulup şurka bürgen kışa verge Bilsin durmay verge Kız kullanay, orta durganay Aynayın gözüne aşam şunlanay Kız kullanay, orta durganay Aynayın gözüne aşam şunlanay Мына тойда бірден-бір себепкер, ар-бер барын салып тартқылап жүгіріп жүрген осы тойды ұйымдастырған қонақтар міне осы кісілер бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Лотереяны ұйымдастырған жеңгелеріміз. Лотереяда сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма білмеймін. Әйел адам ұйымдастырғаннан кейін мен байқағаным бір еркек лотерея алған жоқпын. Иә? Рахмет. Кімден бастаймыз? Үлкенінен? Келіңіздерші үлкендерім. Айжанап кел. Аға жеңге жасыңыз болсын. Жасыңыз болсын. Тек осындай дастархан жайлап, тек жақсылықтар жайлай берсін. Тойдан тойға баса беріңіздер. Мәңгі бақи осылай. Жас болып осылай жақсылап жүре беріңіздер. Туысқандарыңыз көп болсын, дұшпандарыңыз аз болсын. Тек қана жақсылық той болсын. Бұл сәтте мен жолдасым өмірінде бірінші кез тілек айтып тұрамын. Туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Шешем екеуміз қартаймай әрдайым екі жастық бір көрпенің астында бірге өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Деніңіз сау болсын. Осы немерелеріңіз, балаларыңыз, қыздарыңыздың ортасында әрдайым күліп ойнап 70 жас, 80 жас, 90 жас, 100 жасыңызды жасап жүре беріңіз. Рахмет. Иә, құрметті қадірменді меймандар, қонақтар, кішкене сабыр сақтайық. Кішкене сабыр сақтайық. Әлі той біткен жоқ. Өзім айтам, той иелері біткеннен кейін субботник дейм. Субботник деп айтам, сол күні біткен кезіңіздер. Той иелері, пока тілек тыңдайық. Кімден келесі? Жанайдар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Пап, туылған күніңіз құтты болсын, 100 жасаңыз. Мамым екеуміз аман есен арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Артымыздан келе жатқан балаларыңыздың, қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, солардың тойларын естіп күліп ойнап жүре беріңіз. Езулеріңізден күлкі кетпесін, Алланың нұры жаусын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Мама, папа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Бүгінгі осы барлық айтылған тілектер Алланың құлағына шалынсын. Тек қана екеуіңіздің жұптарыңыз жазылмасын, дендеріңіз сау болсын, бала-шағаларыңыз, немерелеріңіз аман, көз алдарыңызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Әр күндеріңіз бақытқа, байлыққа, мерекеге, қуанышқа толы болсын. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Сол жастан жас қаласа берсін, осы тойға келіп қуанышымызды бөліскен барлық ағайынның үйінде той болсын, той тойға ұлассын.
қуаныштымын келгеніме. Енді есіңізге түсіп жатырмын ғой. Мен оказывается шуға келмегеніме 13 жыл болыпты. Сол 13 жылдан кейін міне осындай жақсы себеппен, қуанышты себеппен келгеніме өте қуаныштымын. Туысқандардың барлығын көріп, көңіл күйімде көтеріп болып жүрмін. Сіздерге зор денсаулық, осылай қуанып, немерелеріңіздің ортасында бақытты болып жүре беріңіздер. Келесі тілек кім? Аға? Соңғы үлкен тойға жиған қуан, Аллаға әкпен 60 жас құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыз, ауырмаңыз, сынамаңыз, осы немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер. Ал құрметті той құтты болсын. Ал балана мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, жүре жасаңыз. Салиқалы ұрпақтан болсын, Алла жағыңыз. Немере өресіңіздер. Екінен бақытын деп, ауырмаңыздар, деніңіз сау болсын. Рахмет. Папа осы жаңа жасыңыз құтты болсын, берекесімен келсін. Өсіріп отырған немерелердің ортасында әрдайым қуаныштарын көріп, солардың көңілдеріңіз, өз қуаныштарыңыз болып өсе берсін, аман есен. Дендеріңіз сау болсын, жүре бересіңіздер, жұптарыңыз жазылмасын. Осы келген кісілердің, осы айтып жатқан тілектерін өздеріңіздің отбасыларыңызға 10 еселеп қайтсын, тілектеріңізге. Той болсын, жақсылыққа жиналады. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Нағашыға, нағашыға 60 жастарыңыз құтты болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Мен осы әулеттің үлкен немересі болып мен өзім тілегімді кештім. Ешқашан ауырмаңыздар, бір жастыққа қартайыңыздар, 100 жасаңыздар. Ешқашан ауырмаңыздар, аспандарыңыз ашық болсын. Біздің қызығымызды көріп жүре беріңіздер. Кеше мынау бүгінгі болып жатқан мерейтой құтты болсын, денге сау, әрқашан арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Тек қана қуанышты осылай келіп жүре берейік, жұптарымыз жазылмасын. Аман есен болыңыздар, арамызда аман есен жүрсеңіздер бізге содан артық. Бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, үйлеріңізде тек қана жақсылық той болсын. Балаларыңыздың қызығын, рахатын көріп, тек жақсылықты көріңіздер, шөбере көріңіздер. Пап, мам, бүгінгі папа туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Мама екеуміз әрдайым күліп ойнап, жастан жасқа жете беріңіздер. Әрдайым біздің қызығымызды көріп жүре беріңіздер. Мынау немере шөберелеріңіздің қызықтарына тоймай жүре беріңіздер. Бүгінгі кешке жиналған, қадірлі қонағымыз болып отырған баршаларыңызға рахмет. Сіздердің үйлеріңізге де осындай той жұмысты болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Енді тілек тыңдайық. Осында ақ тілекті Мұса әкеміздің міне артындағы міне ұлы ізін басып келе жатқан ағамыздың тамаша тілегін тыңдаңыздар. Ағамыздың тілегін кім тыңдайды? Бүгін әкеміздің тойынан кейін автоматически миллионер болып кетсін. Иә. Баба, өзбен Әдия Сартом, Ана Шалдаркөл деймін. Сіздер бар кезімізде ешқашан қартаймаймыз. Енді әрқашан немерелеріңіздің қасында күліп ойнап бірге қол-ұстасып бақытты болып жүре беріңіздер. Ешқашан қартаймай, осылай дос қалыптарыңызды таймаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашан күліп ойнап тойға жете берейік. Енді балаларымыздың атынан
сізге ойландық, машинаңыз бар, үй бар енді басқа енді. Аллаға шүкір. Осы өйстіп көп ойландық, көп ойлағанда осы дұрыс болады деп шешім қабылдап, сізге умраға саяхат. Рахмет. Мамаңыз бар ма бірге? Бар. Бәсе жаңа. Әкеш мен барыққа көрейінші дедім. Мамам ақалды папам болған. Рахмет. Енді жеңгеміз тілек тыңдай. Қапке. Ал мама екі рет сөйлеген артық етпес деп ойлаймын. Енді барлық тілектерге бүгін қосыламын. Алланың сағына шалынсын, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Сол папамның қасында алтындай жарқырап жүрсін деп құлағымызға, қолымызға бриллиант комплект тағайық деп шештік. О, шапалақ қайда! Жеңгелер екі жағынан келіп, әкеші сен қалаған жоқсың, бізде алдық қой, бізде табайықна. Рахмет, анамызға алтын, анамыз алтындай жарқырап жүрсін. Бетінен сүйіп қойыңыздар. Негізі әкеміздің де туғанын ол кісілерін де сүйіп қойсаңыздар болады. Просто айта сай деген. Рахмет. Енді немерелері тілек айта ма? Айтасың ба? Баяғыда біздің кезде жабайы дешеді ғой. Рахмет, айтпаймыз ба? Енді кеңіздерші әкеміз бен анамыз. Құрметті ағайын, міне барын салып тартқылап, барын салып шапқылап, баладай көңілмен, даладай ақ пейілмен дастархан жасап отқан әкеміз бен анамыз. Бұл кісілер той жасамай жатып өте уайымдады. Бәрі жақсы бола ма екен, бәрі тамаша деңгейде өте ме екен деп. Бүгін күнә арқалап емес, сауап арқалап кететін тойда отырсыздар. Құрметті ағайын, міне осы дұға ниет тілектеріңіз қабыл болсын деп. Егер той жақсы өтіп жатыр десеңіздер, бір әкеміз бен анамызға шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Рахмет. Енді әкемізде тамаша тілекті ниетті бастайық. Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар, ағайындар, нағашылар, құда-құдағилар, жолдастар, барша осы тойға жиналған ағайын. Баршамыздың қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Баршамыздың отбасыларыңызға осындай той болсын. Елімізге, жерімізге тыныштық берсін. Бақытты өмірге, тыныш өмір сүріп, барлық жақсылық тілеймін өмірдегі. Алла нұр жаусын сіздерге тағы. Ал құрметті қалайық, барлықтарыңызға көп рахмет, той қуанышыңызды бөлісіп жатсыздар. Ең жақын деген адамдарымыз шақырдық осы тойға. Барлықтарыңыз үйлеріңізде жақсылық болсын, тек қана қуанышта басымыз қосылсын. Рахмет көп. Ал бәрін ұйымдастырып істеп жатқан балаларыма көп рахмет. Сендерге, келіндеріме, қыздарыма, күйеу балаларыма бәрі атсалысып, неше күннен бері осы жақта шапқылап жатыр. Рахмет бәріне. Ай, бәрекелді. Негізі енді ол қыздарыңыз бәрін ұйымдастырған сол кісілер, иә? Сол кісілер. Енді бүгін 21 қателеспесем, желтоқсанның 20, соны айтайын деп жатырмын ғой негізі. Күтіп, папам күтіп тұрған депті. Мұса туған күні құтты болсын, жасына жас қосыла берсін. Денің сау болсын, балаларым қызына тойма шөбере неменеге жеткен берейік екеуміз бірге деген. Жақсылықтар. Рахмет. Жаңа бриллиант айттым сіздерге, тілектен кейін тағыңыздар. Мамам бриллиант тағып алды, ұмытып кетті папамды. Ұмытып жатыр. Енді ұл қыздарымыз нешесі келді үйіңізге көмектесуге? 9-нан бері жатыр еді, жұмыстарын бәрін істеп, біреуі беседі, және жазды айтып. 19-нан бері. Той ұнады ма? Ұнады.
19-ы, 20-сы, 21 3 күн міне жатып, енді қайтыңдар деп тұр ғой мамам. Енді естелікке суретке түсіп алыңыздар, кеңестерші әкемізбен, анамызбен тамаша естелік, сурет. Күліп түсейік. Бір, екі, үш. Бәрекелді. Рахмет, сіздерді дастархан басынан орын алыңыздар. Арнайы Мұса әкемізбен Данагүл анамыздың даярлаған бұл сыйлығымыз. Осындай той сіздерге де жұғысты болсын. 60-ға келмеген ағаларым, аналарым болса, 60-ға келіңіздер деген ниетпенен той сыйы, той бастар. Той бастар. Міне той бастар сіздерге таратылып жатыр. Ер адамдар енді бір бой жазып, аяқ жазып алайық. Ал аналарымыз, жеңгелеріміз жалпы субботник. Рахмет, алып жатырмыздар. Тек қана сіздер үшін антракты, маэстро. Ал бір нәрсені ұмытып қалып екенбіз. Бір минуттарыңызды алайықшы. Сәл кідіріңіздерші. Бүгінгі осы тойымызды жүргізіп, музыка жағынан да, би жағынан да келіп, тойымызды әсемдетіп, барынша сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін бар өнерлерін салған асабаға, музыкант балаларға, биші қыздарға барлықтарына рахмет айтқым келеді. Әсіресе Нұрғали, бүгін саған көп рахмет. Осылай біздің тойымызды аман-есен басқарып, үлкен міндеттен құтылдық. Сол той боласын, тек қана той болсын. Рахмет. Жаңа жеке микрофон алған апалар тоқта бірдеңе берейін деп жатыр ғой. Тамадаға рахмет. Ой, сорлы тамадаға айтып жатыр екен. Ала берді. Рахмет. Ал енді жалпы антракты тек қана сіздер үшін ортаға бегер шығыңыздар.